Шымкент қаласында $100 қайда барып демалуға болады. Шымкент әуежайы аймақтағы негізгі авиациялық тораптардың бірі болып табылады. Ең алдымен Визит Шымкент туристік ақпараттық орталығына кіріп, Шымкент қаласы туралы ақпараттар білетін боламыз. Мен Визит Шымкент туристік ақпараттық орталығынан дәл қазір шықтым. Енді ары қарай Цитадельге бару керек. Ол үшін мен такси шақырам. Аэропорттан Цитадельге комфорт 2030 теңге шықты. Біз Шымқала тарихи-мәдени кешеніне келдік. Қазір ішке кіретін боламыз. Цитадель бұл Шымкент қаласының көне қаласы болып есептеледі. Көне қалашығына кіру тегін екен. Бір ғана нысаннан 2200 жылдық тарихта көруге болатынын білдіңіз бе? Қазір біз дәл сол тарихи орында, яғни Шымқала тарихи-мәдени кешенінде тұрмыз. 18043 экспонат жиынтығы бар кешенде аумағы 476,6 шаршы метрді құрайтын 3 экспозициялық зал орналасқан. Сонымен қатар, кешен аумағынан жер асты музейі, ұстахана мен ұстаның баспанасы, зындан мен хауазды тамашалай аласыздар. Цитадельді тамашалап, бір сәтке болсын өткен ғасырларға қайта оралғыңыз келсе, осында келіңіздер. Көтеркі радыр дейі. Көне қаладан шығып, тәуелсіздік саябағына келдім. Аумағы 8 гектардан астам жерді құрайтын бұл саябақ Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында ашылған. Сол себепті де тәуелсіздік саябағы атауы берілген. Рәміздер алаңында орын тепкен 25 метрлік найзалардың ортасында көлемі 128 шаршы метрді құрайтын өңірдегі ең үлкен көк туымыз да желбіреп тұр. Мына Қошқаратан суы, ана жақта балалар шомылып жатыр. Күшті. Мен де барып шомылғым келіп жатыр. Қазір енді біз түскі ас ішу үшін Тугис қосымшасынан жақын жерде тамақтанатын орынды іздеп көрейік. Так, 7 таңда шығыс асханасы бар екен жақын жерде. Қазір сонда тамақтануға барамын. Келдік, қазір тамақтануға кіреміз. Ал ас мәзірі келді. Мен түскі асқа Самарқанд палауына тапсырыс берем. Палаудың бағасы 1390 теңге тұрады екен. Және әрине палаумен чучук салатына заказ беремін. 890 теңге тұрады екен. Және де мұздай лимонад. Киви лайм 1790 теңге тұрады екен. Және әрине жет тандырға келгеннен кейін тандыр самса жеу керек. 390 теңге тұрады. Бола ма? Мен тапсырысым келеді. Осылай бір адамға 5000 теңгеге тойып тамақтан аласыздар. Ал күштілеп түскі ас ішіп алдық. Енді Шымкентте қазір танымал болып жатқан ананасқа құйылған балмұздақтың дәмін көреміз. Кеттік. Енді балмұздаққа бару үшін такси шақырамыз. Ал таксидің құны 740 теңге. Комфорт. Шымкентте бәрі арзан. Еще комфортқа Chevrolet Cobalt керек кәз. Жолыңыз болсын, аға. Қайда барасыз? Мен де сояққа баратырмын. Кеттік, жарысақ. Шымкент қаласындағы жаңадан ашылған топ 1 балмұздаққа келіп, бұнда ең дәмді, күшті, ерекше балмұздақтар бар. Кеттік, жейміз, көреміз. Мәса, ерекше десің ерекше, қарбыз балмұздақ, қауынның ішіндегі балмұздақ, әңгелек қауын, ананас ішіндегі балмұздақ және манго ішіндегі балмұздақ бар екен. Ананасқа құйылған балмұздақтың бағасы 1600 теңге тұрады екен. Осыған заказ берем қазір. Мен мороженым дайын. Күшті. Ал күшті перекус болды. Енді отельге барып аздап тынығып, кешке таман шығатын боламыз. Мен комфорт такси шақырдым. Осы жерден отельге дейін 650 теңге шықты. Саламатсыз ба? Рахмет. Біз City Hostelға келдік, енді комнатаға кіретін боламыз. Кеттік. Айтпақшы, City Hostelдің бір күндік бағасы 5500 теңге. Енді номердің ішін көрейік. Менің жатын орным осы жер.
Ал кешке кездескенше, ал мен жат демалайын. Енді кешкі уақытымда Арбаттың керемет атмосферасымен және қиял әлемінде өткізетін боламын. Кеттік. Мен қиял әлеміне келдім. Мұнда аттракциондар өте көп, ал біз дәл қазір Бәйтерек атты аттракционға мінетін боламыз. Ал біз қазір отырдық, ұшайын деп жатырмыз. Түнгі Шымқаланы бірге көретін боламыз. Біз дәл қазір ең биіктікте отырмыз. Уже биіктікке көтерілдік. Ең жоғары биіктік. Вау, күштісінай! Тамаша, бүкіл Шымкент көрінетін ана жақтан. Мен қорқып жатырмын. Ерекше аттракцион екен, түнгі Шымқаланы көруге болады. Биіктіктен ғой. Барлығыңызға белгілі Шымкент қаласы гастрономияның астанасы болып табылады. Сол тұрғыда осы қалада қазақша ұлттық тағамдар, еуропалық, паназиаттық, тіпті тез дайындалатын фастфуд тағамдары да дамыған. Мен тапсырысым келді. Сушиға тапсырыс бердім. Сушидің бағасы 2590 болды. Рамен с говядиной 2390, ал смузи 1690 теңге тұрады. Ас болсын. Мен дәмді тамақтанып алдым. Тамақтар өте қатты ұнады. Енді хостелге барып демаламын. Рахмет, үлкен сау болыңыздар. Бүгін менде екінші күн, алғашқы баратын нысан Сайрам тұрғын алабында болғандықтан көлікті мен жалға алатын боламын, ал көліктің құны 15 000 теңге. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде екінші күн Сайрам тұрғын алабына келдік. Қожа Ахмет Яссауидің әкесіне арналып соғылған Ибрахим ата кесенесіне келдік. Әл қазір ежелгі Испиджаб қаласының аумағында тұрмыз. Бүгінгі күнде Сайрам атауын иеленген бұл мекен ежелде ислам діні мен сауданың ірі орталығы болған. Сонымен қатар бұл киелі мекенде атақты сопы Қожа Ахмет Яссауидің ата-анасы Ибрахим ата және Қарашаш ана кесенелері орналасқан. Зиярат етуші жандар алдымен осында табан ата-анасының батасын алады. Содан кейін ғана Түркістанға жол тартады. Ибрахим ата кесенесінен шықтық. Енді Қожа Ахмет Яссауидің анасына арналып соғылған Қарашаш ана кесенесіне барамыз. Кеттік. Қожа Ахмет Яссауидің анасына арналып соғылған Қарашаш ана кесенесіне келдік. Бұл кесене 13 ғасырда соғылған. Қарашаш анамыздың негізгі шын есімі Айша болған, ал Қарашаш деп аталып кету себебі оның күмбезінде бір тал қара шашы ілінген екен. Сол себепті оны Қарашаш ана деп атап кеткен. Келесі біз баратын нысанымыз Сейітжан Қари атындағы жаңадан ашылған мешіт. Бұл Шымкент қаласының ғана емес, Орта Азиядағы ең көрнекті рухани бағыт-бағдар беретін орындардың бірі. 3-ші мегаполистегі Сейітжан Қари Есжанұлы атындағы үлкен мешіт. Жаңа технологиялы заманауи мешіттен шыққан азан үнін қаланың бір шама бөлігінен естуге болады. Жалпы құрылыс аумағы 12 гектарды қамтиды, ал мешіттің сыйымдылығы 12 000 адамды құрайды. Ақ мәрмәрмен қапталған мешіттің сырт бейнесі көздің жауын алады. Қазір түскі ас уақыты, ал мен тамақтану үшін Кәусарға келдім. Орын көп болғандықтан біз арнайы кабинкаға жайғастық, ал кабинка тегін. Ал ас мәзірі келді. Мұздай сусыннан мохито 1950 теңге тұрады екен. Бауырсақ 5 штугы 370 теңге тұрады. Және де күлше нан 1 штук 150 теңге тұрады. Салат мужской каприз 1300 теңге тұрады. Және де манты 1300 теңге тұрады. Ал енді тапсырысымды күтемін. Ал мен тапсырысым келді. Общий счет 5600 теңге шықты. Өте тойымды. Дәмін көреміз. Ал ыстық күнде мохито, мұздай мохито. Күшті. Ал дәл қазір тамақтанып шықтым Кәусардан. Тағамдары өте дәмді, ұнады. Кәусар таңғы 8-ден түнгі 1-ге дейін жұмыс жасайды екен. Ал біздің келесі баратын нысан ол Дендропарк. Кеттік. Мен Дендропаркке келдім. Енді ішіне шолу жасайық. Дендросаябаққа кіру құны 37 теңге. Жасыл қала атауын иеленген бұл мекенге келе қалсаңыз, негізі 1979 жылы құралған Дендросаябаққа кірмей кетпеңіз. Аумағы 151 гектар алатын бұл бақта 500 000 ағаш,
1360 бұта түрі, Қазақстанда басқа еш жерде өспейтін өсімдік түрлері де отырғызылған. Сонымен қатар Қазақстандағы ең алғашқы қызғалдақ та осында отырғызылған. Саябақта Дінмұхамед Қонаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Мұхтар Әуезов, Асанбай Асқаров, Сүлеймен Демирел сияқты атақты тұлғалар қолымен отырғызылған ерекше аллея бар. Асанбай Асқаров атымен аталған бақ қазіргі таңда өңірлік маңызы бар ерекше қорғалатын аумақ болып табылады. Қазақстан бойынша жалпы 3 қана зоа саябақ болса, соның бірі Шымкент қаласында орналасқан. 6 жастан 17 жасқа дейін 400 теңге, ал 17 жастан жоғары 800 теңге екен. Студенттерге 600 теңге, 6 жасқа дейін балаларға бесплатно. Қазақстан бойынша жалпы 3 қана зоа саябақ болса, соның бірі Шымкент қаласында орналасқан. Жалпы көлемі 54 гектар, ал экспозициялық алаңы 34 гектарды құралған саябақ аумағында 3,5 мың жәндік және 50 жемісті ағаш түрлері, 10 шай гибридті раушан гүлінің түрлері отырғызылған. Хайуанаттар бағының алғашқы топтамасына жануарлар мен құстардың 75 түрі. Зообақтың басты мақсаты сирек кездесетін және жоғалып бара жатқан жабайы аңдарды асырау және оларды көбейту болып табылады. Осымен Шымкент қаласындағы сапарымыз өз мәресіне жетті. Тарихы бай бұл мекенді аралауға 2 күн уақыт жетпей қалды. Дегенмен бір шама дүниені көріп те үлгердік. Қазақстанның ескі, ең арзан, ең шуақты, ең жылы және ең дәмді қаласындағы саяхатымызды осымен аяқтаймыз. Шымкент, біз қайта кездесеміз. Осымен менің Шымкент қаласындағы 2 күндік саяхатым аяқталды. $100-дан менде 450 теңге қалды. Сіздерге қызық болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.